Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді пирог даярлаймыз. Өте оңай даярланады. Кокосовый бисквиттен тұрады және сметанный кремнен құралған. Пирогтың оформлениесі мен секілді өте оңай, тез, қыс мезгіліне сай етіп, кокосовый стружкамен жасасаңыздар болады. Ең алдымен 3 дана жұмыртқаға 1 шымшым тұз және қанттың барлығын қосып, оны миксермен жақсылап араластырамыз. Жұмыртқа өз көлемін ұлғайтып, оның түсі ағаруы тиіс. Жұмыртқаны араластырып болып, миксердің басын көтерген уақытта жұмыртқаның ізі бірнеше секундқа дейін кетпей тұруы тиіс. Құрғақ заттарымыз ұн, разрыхлитель, жүгері крахмалын барлығын бір ыдысқа салып, біркелкі болғанға дейін венчикпен араластырамыз. Құрғақ заттарды елеп отырып, бірнеше бөлікке бөліп отырып, жұмыртқаға қосамыз. Құрғақ заттарымызды әр қосқан сайын силиконы лопаткамен астынан үстіне қарай араластырамыз. Міндетті түрде силиконы лопатка қолданамыз, сонда жұмыртқа өз формасын жоғалтпайды. Соңында осы массамызға кокосовый стружканың барлығын салып, оны силиконовый лопаткамен біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Жұмыртқа басылып қалмас үшін қатты көп араластырудың қажеті жоқ, тек барлығы біркелкі массаға айналуы тиіс. 18 сантиметрлі форманы фольгамен орап, осы болашақ бисквитімізді оған құямыз. Бисквитті 180 градуста қызып тұрған пеште жарты сағат көлемінде пісіреміз. Бисквиттің піскенін міндетті түрде ағаш палочкамен тексереміз. Бисквит формада тұрып суғаннан соң, оны өткір пышақпен айналасын кесіп отырып, формадан шешіп аламыз. Бисквит өте жұмсақ әрі беті тегіс болып піседі. Бисквитті әдеттегідей пищевая пленкамен орап, оны холодильникке бір түнге қалдырамыз. Сметанный крем даярлаймыз, ол үшін бізге майлылығы жоғары сметана және сахарная пудра қажет. Марлені бірнеше қабат етіп бүктеп, оны ыдыстың үстіне орналастырамыз. Оның үстіне майлылығы жоғары қаймақты саламыз. Мен 20% қаймақты қолдандым. Марленің 4 жағын видеода көрсетілгендей етіп, қаймаққа тимейтіндей етіп байлаймыз. Оралған марленің ортасына қасықты немесе кез келген ұзынша таяқты кіргіземіз. Даярлап алған түйінді бір ыдыстың үстіңгі жағына орналастырамыз. Барлығы видеода жақсы көрсетілген. Қаймақтың әбден сары суы шыққанға дейін шамамен 12 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Қаймақтың майлылығы жоғары болған сайын сары су аз көлемде шығады. Менде 400 грамм қаймақтан 300 грамм крем шықты. Оған сахарная пудраны қосамыз. Барлығы біркелкі массаға айналғанға дейін миксермен араластырамыз. Кремге қалауыңыз бойынша кокосовый стружка қосамыз және барлығын жақсылап лопаткамен араластырамыз. Холодильникте бір түн тұрған бисквитті шығарып, оны ортасынан түзу етіп бөлеміз. Бисквитті қалай түзу бөлуге болатыны жайлы Инстаграмда лайфхакпен мен сіздермен бөліскен болатынмын. Ол үшін ең алдымен пышақпен бисквиттің айналасын барлығын белгілеп кесіп аламыз. Кесілген жердің барлығына жіпті орналастырамыз. Жіпті қолымызбен тарта отырып, бисквиттің ортасын бөлеміз. Бисквитті тегіс етіп бөліп алдық. Енді оның ортасына крем жағамыз. Кремді жағып алғаннан соң, оның үстіне екінші бисквитті орналастырамыз. Қалған кремнің барлығын қолданып, бисквиттің жан жағына, бетіне жауып шығамыз.
Бисквитті қалауыңыз бойынша кокосовый стружкамен әсемдеп, сәндеп шықсаңыздар болады. Осымен біздің өте дәмді пирогымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Ал мен сіздермен тек қана ерекше тағамдардың, әртүрлі торттар мен десерттердің рецептімен бөлісемін. Менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып, осы видеоны құрбыңызбен бөлісіп қойыңыз.